Қарақалпақстандағы ең топ дәрежеге қанша тауады, қанша кеткізді диджейлік сферасына? Бір 7-8 жыл шамасы болып қалды. Сол екі адам бар, Макс пенен Равиль деген братанлар бар. 1.200.000-ге сатып алдым контролердің өзін. Диджей Ренатуллин тойға қаншамен шығады? Екі направление бар. Осы сфераның өзінде жөнеліс бар. Біреуі масқарабаздық, біреуі профессионализм. Бұл кәсіпті сәл арқа тартып отырды, деградировать етіп отырды. Искандерді айта аламын. Чарсты. Сағаташта бар сондай. Хожелде бар, көп нелерді, милли киімдер киіп жүреді. Қатты бір қайғы қостар, қайсы қостар екен айтпай ақ қояйын. Бірақ қосылып бақырып айтып тұрады. Андай қолына жаңа келіншегін ұстап алды да, алғаннан кейін 2 айдан кейін ценасы тастады ғой машиналардың. Шамасы келіп жатса, возможно барылса неге шықпасқа? Шығу керек негізінде. Ең бастысы сізді жақындарыңыз қолдауы керек. Жақындарыңыз қолдамаса сәл қиындау болады. Бәршек ассалаумағалейкум Қарақалпақстан. Бүгін бізде жаңа сан. Бүгінгі мейманымыз Қарақалпақстандағы ең топ дәрежеге диджей, әмде жастарымыз арасындағы ең хит болған диджейлердің бірі диджей Ренатуллин. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам, ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Жақсымасыз ба? Жұмыслармен. Қалай барады? Зор. Барып жатырмыз. Интервьюға разы болғаныңыз үшін рахмет. Сізге рахмет. Бүгін біз, Құда қаласа, Ринат қанша тауады, қанша кеткізді диджейлік сферасына ұлымалып, бұл дәрежеге жету үшін қандай этаплардан өтті, толық біліп аламыз. Карталар ашылады. Құда қаласа. Басында онда кішігірім өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Халыққа біз көріп отырған. Менің атым Ринат, Қарақалпақпан, руым Айтеке, дай жұртым Қыпшақ. Шығысым Нөкісте туылдым, бірақ негізгі шығысым Кегері, Кеушеп. Зор. Қазір уақытта диджей болып жұмыс істейміз. Диджейлікті қашан бастағанбыз, неше жылдан бері? Әзен 2026 жыл. Бір 7-8 жыл шамасы болып қалды. 7-8 жыл болса 2018 сол атырапар 2018 колледж бітірген уақытлар ғой. Бұл идея қаяқтан келген? Бірде үйімізде шаңырақта музыка тарауына байланысты адам бар ма? Менің шаңырағымда музыкаға байланысты адам жоқ. Өзі ресторанларға барған кезде қарап сондай бір не пайда болған? Қызығушылық негізінде қарап тұрып. Неден мотивация алынған? Именно мысалы бір адамды көріп, Аза деген диджей бар еді. Баяғы. Азыр енді жас үлкен диджей да, өзімізде ме ол? Өзімізде Аза деген сияқты. Соған қарап, содан бір не қаман негізінде. Мотивация қаман. Ең бірінші болып, прям өзіміз бастап кеткенбіз бе, или біреуге шәкірт түсіп, қалай болған? Мен негізі былай айтатын болсақ, қопал айтсақ, ютубтан үйренген есабым негізінде. Самоучкман. Бірақ жөн жосыған көрсеткен адамдар бар, ол Макс деген, Макс, Равиль деген братанлар бар. Мысалы үшін, мына жерде тұратын болсам, мынау свет, мына кнопкамен өшіресең, мынауменен дауысын шығарасаң деген заттарды үйреткен сол екі адам бар, Макс пенен Равиль деген братанлар бар. Сведениені, сотканы, басқа нелерді, профессионализмді уже мен ютубтан қарап үйрендім да. Полный? Сонда адан яға дейін ютубтан ба? Сонда десек болады негізі. Жөн жасаған көрсеткен, бірақ сол екі адам атын атап өткен адамдар. Олар диджей болып жұмыс істей ме қалай? Или сол сахнада? Азыр сол сферада жүрді деп айтсақ болады. Музыкаға байланысты, сондай ресторанный бизнеске байланысты біреу өзінің сондай жұмысын жүргізіп жатырды. Макстың өзінің музыкальный магазині бар, JBL Music деген. Ең бірінші болып кіріп келдік. Диджей болғаннан соң жұмысымызды қайта бастадық, ең бірінші болып. Дубай деген ресторанда. Дубай. Түркөскінің бойындағы. Түркөскінің беседажың астарында өз ресторан бар, сол атрапар деді ғой. Түркөскінің екі шетінде. Қашанларға тур келеді ол уақыт? 2018-лер. Ол уақытта қаншаға жұмыс істейтек Дубайда? Бесплатно істейтем. Бесплатно? Ілтимасымен орныма шығып бер, ямаса сол үйрену дәуірі ғой енді. Этап. Мені расын айтсам, сол Макс деген братан жүзіп білмейтін баланы суға лақтырғандай лақтырды мен бұл тарауға. Келді, ол срочно бір жаққа кету керек болып қалды, басқа неге, бірақ сол хозяйны бір болғаннан кейін басқа филиалына кету керек болды, Дубайдың сол жерге адам керек болды. Сол мен өзім хабарласып жүрдім, шәкірт қылып түсейін деп, ямаса сол қарап үйренейін деп. Сол кезде маған соны кетіп шақырып, болды көрсеттім. Анау красный кнопкаң, мынау нең, главный общий звук, мынау сенің звук, мынау микрофон звугі деді, болды кетіп қалды ол. Жүзіп білмейтін баланы тастағандай қалды. Мен жерде қалдым. Үйреніп кеттік. Бір апта, 2 апта істедім, көп уақыт істемедім ол жерде. Одан кейін жауып қалды ол ресторан. Ана таза филиалын ашқаннан кейін оны сатып жүріп, в общем, сондай нелер болды. Одан кейін алжаспасам Седорада істедім мен. Сол Седорада көп затты уже не қылып, ол жерде Рустам деген диджей болатын еді. Содан көп затты үйрендім. Сол уақытта қарап үйренетін едім. Андай болады өзі, әркімнен
қарап Har жақтан алып ар жақтан алып өзің бір неңді шығарасың ғой. Сондай зат болды негізінде. Бұл дегені мен бір зат айта жақпан, har жерден алып үйренсе болады негізі. Болады негізінде. Бірақ адамның өзінде күшті қалеу болу керек та. Қалеу болу керек біріншіден. Қонақ болып келіп, мысалы үшін ресторанға қонақ болып келеді ғой har. Біреу туған береді, және басқа да бір қуаныш көңілдерін белгілейді. Сол жерге келіп тұрып қарап, құлағы естеді, мысалы үшін қараса диктофон қосып қойсын. Сондай қылып деп не қылуға болады да, har кімнің өзінің стилі бар. Мысалы үшін басқа ана диджей мынандай істейді, мынандай істейді, өзің бір индивидуальный бір заты болады да. Сол анадан анаусын алып, мынадан имиджін алу мүмкін. Сәл қылып, бірақ точно копияламау керек, бірақ өзің бір несін шығаруға болады. Ақырында бір жөнелісін иелеп алады. Зор. Енді басында бастадық қой, біздердің техникаларымыз қандай болған? Техника ол кезде мынандай профессиональный контроллер деп айтылады, Pioneer DJ. Ондай заттар жоқ еді, енді кіріп бастап отыр 2019-ларда. Мен білгенім, қателесіп отқан болуы мүмкін. Charles-ты білесіз ғой, исканы. Сода контроллер бар еді. DJ RB деген. Кейін ол басқа контроллер алатын болғаннан кейін ана сатуға шығарды, мен оны сатып алдым. Сол кезде 1 миллион 200-ге сатып алдым контроллердің өзін. 2 миллион 900-ға ноутбук алдым, таза ноутбук. Ол кездердің тауырақ нормально ақша еді. Кредит деген ең шығып жатқан уақыты. Кредитке ноутбук алдым 2 миллион 900, сонымен 3 миллион 400-500 думаю, 3,5 миллиондай ақша кетті. Общий. 4,5 миллиондай ақша кетті баслануына. Оған дейін бірақ жағдай ноутбукпенен, компьютерменен, мышкамен істейтін контроллер жоқ еді ондай кезде. Дубай ресторанда істеген уақытта бесплатно істедік. Федораға өткен кезде қанша айлыққа істедік о уақыттарда? 800-бен басланып 1 миллионға көтерілді. 800-ден басланып. Ол кезде жақсы ақша еді негізінде. О уақытта қанша күн шығады, бір ай полный ма жерде? Полный демалыс өзі, ресторанда демалыс болмайды ғой. О уақытта талап қандай еді? Диджейлік сферасына адамдар түсінетін бе еді? Сәл нелеу еді енді, түсінбейтін еді онша. Барма бар, біреу тұрып па ана жерде. Жаңа компьютердің алдында, компьютерде отырып па болды, значит, ол диджей тұрып ана жерде. Ондай ұтар бермейтін еді. Уже Седорада қанша уақыт істедік сонда? Бір жылға шамасы уақыт істедік. Қауырақ істеген екенбіз. Одан кейін қайға өттік? Седорадан кейін Миланға өттім. Милан деген кафе бар еді, 21-де. 21-де Милан кафе. Қазір Next болып кетті ғой. 21-дегі. Сол жерде істедім. Ол жерде бірақ тәртіп басқаша еді. Әр хаптаның бірінші күнінде демалыс беретін еді. Общенеге персонал ресторан жауап болды, санитарный день. Сол күні тазаланады бастан аяқ. Қала күні жұмыстан кейін отчет касса жауғаннан кейін айлығын алып бересің, ямаса бірінші күні азында келсең, айлық кәкіштік хаптасына берілетін ол кезде. О уақытта қанша айлық алады Миланда? Ол кезде процентке істеу деген бар еді баяғы. За музыка басылатын болса, соны 50-ге 50 болып сондай істесетін еді. Ол уақытлары. Осында қалды бірақ. Енді диджейлікті үйрендік, уже мысалы Седорада істедік, Дубайда істедік, Миланда істедік. Бір сұрау, ұлымалық осы уақытқа дейін осы диджейлікті үйренуге қанша сарпладық? Үйренуге қанша тігілді пұл? Негізі пұл тігілді ма оған? Негізі тігілген жоқ. Тек техникаға кеткен болуы мүмкін. Техникаға кеткен болуы мүмкін, жаңағыдай интернетке кеткен мегабайтлар есаптайтын болса, сол бола қоймаса, басқа ондай үлкен қорқынышты не жоқ. Олан бір енді финанслық сауаттылық деп айтсақ болады екенде. Ямаса ақша жоқтықтың несі ол. Олан мақұл бірақ сеттеген болады. Зор. Қазіргі уақытта біздер Ниагарада істейміз. Интервьюіміз Ниагарада алынып жатыр, һәм де тойларға шығамыз. Диджей Ренатулин тойға қаншамен шығады? 1,5 миллион. 1,5 миллион. Қаланың іші. Қаланың іші. Районлар болса, қайтып есеп алады? Районда негізі шыға бермеймін, себебі осы жерге жұмысқа Ниагара айтып айлам келуің керек екінші неге сыртқа. Допустим, Мойнақтан заказ түссе қабыл алмаймыз. Үлкейлеу сумма ұсыныс. Ол неге қарап енді өзгереді ғой? Өзгереді ау. Мысалы финансовый жаққа қарап, может көптеу не болуы мүмкін. Мойнақтан мысалы үлкейлеу сумма ұсыныс етілсе баруы мүмкін. Онда да бірақ мынаяқтың жұмыстың жағдайына қарап, себебі бұл жер маған стабильный айлық төлеп отқаннан кейін бұл жақты подавать еткім келмейді бір жағынан. Ниагарадан қанша аламыз? О, айтсам екен. Енді домалақлап айтсақ болады, анық сумманы айтпай. 10 миллион бар ма? Оның ояқ бер жағы, ояқ бері. 20. Иә, онда емес енді. Онда емес. Тойға 1,5 миллионмен шығады. Ниагарада айлық табысы 10 миллионнан жоғары. Бұл дегені есап алсақ 10 миллион жоғары демек қой бірақ. 10 миллион атырапы. 10 миллион атырапы болса, бір айда диджей Ренатулин 30-ды қайырып атқан екен да, тігіне. 30 деген енді өтірік болып кететін шығар.
сол шамада. Анық күшеніп бір күш салатын болсаң бір 20-25 алуға болады. Зор, әжайып. Бірақ ол стабильный емес, тұрақты түрде емес. Енді сезоннан сайлайды бар дұрыс. Мысалы, мертвый сезонларда уже доход түсіп кетуі мүмкін. Бәрібір біздерде Қарақалпақстанда мертвый сезон әмме сфераға тәсір етеді. Дұрыс. Сол жері жаман жері бар да. Онда техникалармен бір танысайық. Әзіз достар, біздерде конкурс шартлары осы каналға ағза боласыз, яғни Асатбек Айтбаев каналына, һәмде шыққан Ринат пен санымызға лайк басып, комментарий жазып қалдырасыз. Кімнің комментариясы ең көп лайк жинайды, сол инсанға Ринат тарапынан сауға қойылып жатыр. Қандай сауға? Сауғамыз жеңімпазымызға Ниагара ресторанына 500 мыңлық ваучер менің атымнан келіп, қарасаңыз достарыңызбен, қарасаңыз шаңырақ ағзаларыңызбен, қарасаңыз өмір жолдасыңызбен келіп отырсаңыз, шотыңыз қанша болса да, мен тек 500 мың сом пұлды төлеп беремін сізге. Шартлар аңсат, каналға ағза боласыз, санға лайк басасыз, әнде комментарий жазып қалдырасыз. Кімнің комментариясы ең көп лайк жинайды, сол инсанға 500 мың сомлық ваучер бұйырады. Жеңімпазлар осы сан шыққаннан бастап бір аптаның ішінде анықталады. Әмде бір апта толғаннан кейін біз жеңімпазларды Ринаттың әмде біздің Instagram аккаунтымызда анықтаймыз. Баршаға рахмет. Бұл енді Контроллер профессиональный, миксерный пульт деп айтсақ та болады, диджейский контроллер деп айтсақ та болады. Менде DJI SX2, мен алған кезде бұл қолдан алдым бұнда. 12-13 миллион атырапына алдым. Қазіргі егер таза бағасы меніңше сол атырап болуы мүмкін. 15-ке қарап кетуі мүмкін, может түсіп кеткен болуы мүмкін. Одан жоғарыда болуы мүмкін. Қазір бұл неге жалып жоқ болғаннан кейін ана қарай бермеймін да интернеттен суммаларын қызығып. Бұны қашан алдық сонда? Бұны 2023-те. 2023-те уже 3 жыл болды. Бірақ без проблема істеп береді. Жақсы істеп тұр. Четко істеп береді. Mac бұны бір 2 айдай болып болды. Оған дейін Lenovo'мен істедім. Бұның суммасы қопалығып айтатын болсақ 14 миллиондай болды. 14 миллиондай. Бұл несі қандай? Неше? Бұл Air M4 16256. 16256. Және үйде студия бар. Үйде студия бар. Наушниктен айтып кетейін. Наушник. Қызық болса, бұл көп дүние жүзі бойынша негізі осы наушникпенен екенен техникс деген наушник бар. Осымен көп пайдаланады. Бұл Sennheiser HD 25 деген. Бұл 2,5 миллион атырапында бұл наушниктің өзі. Тұрсы 2,5 миллион атырапында. Қазір уақытта ценасында, я? Зор, әжайып. Просто стойка енді андай 500-600 мың сом. 500-600 мың сом. Так, үйде студиямыз бар өзіміздің? Үйде студия бар. Одағы техникалар ұлмалы суммасы қанша студиядағы? Общий есалбайтын болса 30 миллион шамасы бар шығар. Ұлмалы 30 миллион шамасында бар, я? Ішіндегі ең қымбат сатын зат студия мысалы наларды қосқанда. Ішіндегі ең қымбат? Так, контроллер болса керек. Контроллер. Бұна бәрі майда болып сөйтіп қосылғанда 30 миллион. Енді мыналарын қосатын болсақ, бұны қосатын болсақ 40-50 де болады. Общий 50 миллион. Домалақласақ 50 миллионлық техника бар қазіргі уақытта. Бұл техникаларды апгрейд қылу ниет бар ма? Яғни күшейту келеді. И күшейтсек низатларын өзгертуіміз мүмкін. И ол қаншаға түсуі мүмкін шамаменен. Қазір бірақ бұл жердегі мен өзім диджейский неге байланысты өзгерту апгрейд қылу ниетім жоқ. Мүтәжілік жоқ оған. Себебі бұл өзім мысалы үшін 4 каналды қа деген затын істеуіңе болады мысалы үшін. Егер ертең рауажланып, бір клуб ашылып, форматты музыка ойнап, андай болып, қатты бір техника не көрсету керек болса, ол кезде енді біздердің рестораторларымыз алады деп ойлаймын ресторанға. Бұдан күштілерін, бұдан артық негізінде. Себебі тойға неге шығатын болғаннан кейін бұл бір жағынан удобный. Бұдан кішілері бар, SR дегендер бар, ол вообще компактный, мынауым жаман емес. Бұдан артығы уже үлкен болады, оны былай алып жүруге де қолайсыз болады да бір жағынан. Ол негізі бұның ар жағында контроллерлар, негізі бір жерде тұруға арналған контроллер да, оны уже рестораторлар алу керек болады. Түсінікті. Енді ұлымалық техника, жаңа айттық, шамамен 50 миллион дедік. Енді менде сұрау, енді біздерді көріп отырған адамдардың арасында, может, диджейлікке қызығатұғын, сол сфераны үйреніп, сода жұмыс істегісі келуі мүмкін. Олар неше сомлық техника алуы мүмкін, минимум есапта, бюджетный вариант. Басылуына ма? Басылаңызға. Басылуына 10 миллион жетеді деп ойлаймын қазіргі уақытта. Қазіргі уақытта. Себебі енді бәрібір жақсы не алу керек, ноутбук алу керек. Контроллердің бюджетный вариантлары
өздеріміздің өкісі де бар, балалардан қолдан қолға өтіп жүрген, жүктеп баслап үйреніп модельдерін айта аламыз ба контроллерлерді? табысқа. DDJ 400 деген бар, SB3 дегендер бар. Енді RB-лар азыр жоқ болып кеткен шығар, бірақ районлардан іздеп көрсек табылуы мүмкін. Қолда болған болуы мүмкін. Енді шаршаған болуы мүмкін, бірақ енді табысқа шығаман дегенше кем істеп тұруға бастаңғышына болады. Ол енді ноутбугіменен бірге 10 миллион ба? Ол 3 миллион, 4 миллион сондай атырапқа контроллерін алса, арзандағы 6 миллионға енді. Может, первоначальный қылып беру мүмкін 5 миллионды. Бәрібір жақсы ноутбук алу керек та бәрібір. Енді ең мысалы сол ноутбук пен контроллерді айтып отырмыз ғой. Вот бұның ішінде ең функциясы салыстырғанда қайсысына күштілеу? Екеуін салыстырғанда не? Қайсысына негізі көплек упор беру керек? Алғанда да қайсысын қымбатлау қылып алу керек негізі? Негізі ноутбукты не қылу керек қой. Мен өзім басымнан өткен затта себебі осы күнге дейін Intel'ский ноутбукпен істеп келдім. 6 жыл шамасы. Қатады, жаңағыдай мазаңды алады, бір срочно бір қою керек болып қалады. Ноутбугың сол үшін өшіп тұрған болса, оны қосып не аламан дегенше уақытың кетіп қалады. Сол үшін негізі ноутбугың күшті болу керек. Мынаны істеймін деген адам постоянно неменен істейді негізінде. Ішінде қалеу болса, түсінікті. Если сіз диджейлікті үйренетін болсаңыз, Ринат айтқандай, как минимум 10 миллион сом ақшаңыз болу керек, әмде іләжі барынша көбірек ітібарды фокусы ноутбукқа қаратыңыз. Себебі основной жұмысыңыз сода істелінеді екен. Енді және бір сұрау. Кредиттен қорқпаң. Кредиттен қорқпаң. Кредит негізі алып шығады сізді. Харекет ету керек просто. Және бір сұрау, 10 миллионға алды техникаларды. Енді профессионал демекті, жақсы бір мысалы ресторанға барып, тойға барып, любитель. Диджейлік қылу үшін қанша уақыт кетеді үйренуге? Орташа есапта енді. Ол да адам өзінің несіне байланысты. Хәммен персоналына байланысты. Егер орташа уақытына байланысты, мысалы үшін азалыны кеш соң несіне талап қылып отыратын болса, үйреніп кіреді бір айым жетеді негізінде. Бір айдың ішінде бір 50-60 адам ойнатуға мысалы үшін. Сол 50-60 адам алдында выступать етуге негізі бір айда жетеді. Анықлап отыратын болса күнде соны талап қылып. Ютубты көріп, қасында біреуден сорап, аяққа барып, мынаяққа барып, соны талабын жүретін болса үйренуге болады негізі. Енді сұрау. Мен ютубтан үйрендің өзің. Сол баслангыч диджейларға қайсысын мақұл көрсетсең, біреуге шәкірт түскенді ме, я сол ютубтан үйренгенді ме? Қайсысы мақұл? Негізі қазір енді рауыржанға заман ғой, артып чат GPT нелері бар. Негізі үйде отырып өзіме өзім үйренген жақсы, бірақ бәрі мынандай орталыққа сіңісіп кету үшін бәрі ұстаз көру керек, себебі өзін қайт тұту керек. Жаңағыдай солидарность деген заттар бар. Har любой кәсіп түсінеді болады өзі. Қайсы неменен қайтып сөйлесу керек, мысалы қайда өзін қайтып тұту керек. Қарайды ғой диджейларға қарап отырып, мен мынаған ұқсағым келеді, болмаса бір өзін содан ilham алады, мысалы үшін вдохновение алады. Нетворкинг алады. Содан өзі екі түрлі не бар, қазір өзінің өкісті сол қатты не болып отырды. Екі направление бар, осы сфераның өзінде жөнеліс бар. Біреуі масқарабаздық, біреуі профессионализм десек болады. Масқарабаздық көбіне ол подбор не қылмайды, мысалы үшін таза қосық шықса соң ремиксін іздей береді. Бір қосықтар болады, ремикс шарт емес қосықтар бар. Қандай ремикс қылсам оригиналға жетпейтін қосықтар болады, мысалы үшін. Ондайларға қарамайды. Үлкен гигабайтта бір библиотека жинайды қосықты, алдынан шыққан қосықты, бұл ритм тең болса жіберіп тұра береді. Бұл халық ойнап жүріп қызық емес, тек ана жерде әртүрлі бір қиялында шоу істеп отырды олар. Бірақ негізі бұл кәсіпті сәл арқа тартып отырды, деградировать етіп отырды да. Сондай екі жөнеліс бар. Соған қарап, басылай жақ адам бірінші соны біліп алу керек. Қайсы жөнеліс? Қайсы жөнеліс? Мен масқарабаз боламын ба, немесе профессионал боламын ба деген зат болу керек та. Соған қарап ұстаз сайлау керек. Негізі ұстаз көру керек бәрібір де. Мен жаңа айтқанымдай жөн жасаған көрсеткен ағалары бар деп айттым ғой. Олар мысалы үшін тек сол жұмысты үйретіп қоймай айтатын еді, андай қыл, ондай қыл, ондай зат істеме, андай тұтпа өзіңді. Жаңағыдай кринж видеолар түсірме, андай қылма деп мысалы үшін да. Мысалы үшін сондай біздердің уақытымызда ондай қатты рауажданған емес еді ғой. Жаңағыдай контент түсіру, бір зат қылу. Сонда да сарафанна радио андай тарқалып, мысалы үшін атым шықты да енді қатты бір не атақтылман дей жақ емес мен. Әйтеуір бір қоңсыларымды микрофон таниды әйтеуір. Микрофон таниды. Сондай екен, жаңағыдай бетті жыртып, әртүрлі зат істеу шарт емес. Жаңағыдай соның несін біліп алу керек. Жөнелесін. Сайлап алу керек алдынан. Бәрі ұстаз көру керек құласы. Ұстаз көру керек екен. Түсінікті. Бір сұрау, диджей Ринатуллин үшін қазіргі уақыттағы топ 3 диджей. Топ 3? Қаласек топ 5-лік шығатын болса егер.
Оны енді деп бөлсек болады. Қиын сұрақ. Дүниежүзілік емаса Қарақалпақстандағы деп. Не деп бөлеміз оны? Дүниежүзілік дейміз ба? Яқшы бүйтейік та, дүниежүзіліктен бір айтайық, Қарақалпақстаннан бір шығарайық. Сол кезде топ 6-лық шығады ол. Бірінші дүниежүзіліктен бастайық. Дүниежүзіліктен өзіме ұнайтын Black Coffee, кейін Киди, именно техникасы, несі, сведениелері, жұмыс істегені. Продюсерский жақтан алатын болсақ, дүниежүзілік бойынша да мынандай айтамын, сол үшін 3-ші орынды нелерге тастап берейік. Бізді көріп отырған тамашагерлерге тастап кетеміз саған. Если сіздің вариантыңыз болса, комментарий жазып кетсеңіз болады. Продюсерский жақтан болсын, қандай болса да бір диджей. Қарақалпақстаннан. Қарақалпақстаннан Искандерді айта аламын. Чарсты. Именно жұмыс бабына келетін болсақ, қарасы ешкімнің несі емес, енді күйеуіне келетін қылып емес. Жұмыс барысынан сөйлесіп соққан болсақ, Чарс жұмыс істей алады. Одан кейін Бангер деген диджей бар еді. Ол азыр жұмыс істеп жатқан жоқ. Ол бірақ любой контингент. Ол істегенде ешкім істей алмайды. Даже мен де ескіре істей алмаймыз ой контингентпенен. Ол қали жас нелерменен, поколениеменен, жаңа инстасамканың фанатлары болады, сол олармен істей салады. Алишер Аламбергеновті сұрайтын адамдармен екі жақпен істей салады, тең деп. Бір күнде жиналып қалсам мысал үшін. Еш жақтан жалып келдірмейсіз, істей алады. Сол екеуін айта аламын. Үшіншісін халыққа тапсырамыз. Ал үшіншісін комментарийда сілер жазып қалдырың. Біздерде енді Қарақалпақстанның DJ Чарс пенен DJ Бангер айтылды. Бангер азыр бірақ жұмыста емес, бақытқа қарсы. Қазір басқа журналистке өтіп кетті, мемлекеттік жұмыста. Қашанға дейін істеген ол? 2023-24 дейін істеді. 23 шығар. Енді бұл рейтингді неге шығарып жатырмыз? Себебі жаңағыдай басталғыш диджейлар болса, олардың түретушілігін көріп, өзіне бір жақсы бір инсайт алуы мүмкін. Оларға да бір жақсы пайдалы болады да. Енді менде бір сұрау бар. Тойға шығып жатырмыз ғой енді. Қайсы районларға тойға бардық? Қарақалпақстанда Хәмме районға барып көрдік па? Иә, мен Қоңыратқа барып көрдім, Шымбайға барып көрдім, Маңғытқа барып көрдім, Тағыташ қаласына барып көрдім, ол жерге. Болды меніңше сол. Түркілге барып көрдім. Енді бір сұрау. Қайсы районның, ямаса қаланың тойы вау дейтіндей болып ядда қалған? Бір той болады бәрібір әмне, ядда қалатындай болып не? Қайсы той қашан болған? Районлар әмне қалалар арасында. Қарақалпақстанда. Қаланы айтайын да. Кеше жақында болды. Өзім мектебімдегі тарихтан, историядан мұғалімнің баласы болды. Соның тойы. Ол жерде бәрі андай оқымысты, интеллигентный адамдар болды да, бір шетелдің андай бір несін тойында тұрғандай болдым. Вальстерінен, музыкаларына бір жазларды қосып. Біздерде оны іздеп жоқ қой, жазға не қылмайды. Той стратастас өтіп кету керек, ананы шақыру керек, мынаны шақыру керек. Грамотный өтті құласы сотой. Сотой мен өзіме ұнады қатты. Ол Нөкісте болды ма? Нөкісте болды. Қайсы тойханада? Самир тойханасында болды. Самирда болды. Кеше жақында ма? Кеше жақында болды. Июньда болды ақыры. 27-сінде алжаспаса. Районда ондай қатты бір ятқа қалатындай не болған жоқ. Әр районның өзінің бір несі бар. Өзінің жөнелісі. Ұнамлы жерлері бар. Біреудің ана жері, біреудің официанттардың үстінде міле киім болады. Ямаса Тақыташ районында көрдім. Келін күйеуді ақырына шығарып салған кезде текшеге шекем жора жолдастары андай екі қатар шапатласа, текшеде уже официанттар екі қатар шапаттады деп шығарып салған көрдім. Уақытты қараң, посуда не қылу керек, жинау керек, жұмыс толып тұрса да, ана жерде құрмет көрсетіп, мейманның несі жас нелерге шапаттап жүріп неғанын көрдім. Бірінші мәрте естіп оны рахмет. Тағаташта бар сондай, Қожелде бар, көп нелерді милли киімдер киіп жүреді. Зор бұған бір көзді қуантыратын нәрселердің бірі. Тойда бір ең қызықлы уақиға болған ба ерді қалатындай? Қандай уақиғалар болған? Патыра төбе негізі ол затмен қызық емес. Бұл көп адам баяғыдан қалып кеткен зат бар. Той төбіресіз болмайды. Негізі қате пікір бұл. Ең қызық болған не? Годик дейді ол, бір жас неге. Сондай неге заказға барсам, кәріс миллетінің нелер екен. Уәкілдер дейміз ба, адамдар. Әммесі кәріс, Қарақалпақ бір-екі адам жүріпті. Мен ана жерде тұрып, енді подборып отырмын плейлистіне. Корейстерге орыстар, мынандай орыстар тауым керек, мыналарды ол көплеу неғады жаңағыдай деп іздеп отырсам, бір кәріс келіп, братан, машиналар жақ деймін, көз көтбесін деді. Ана жерде кәрістер қосылып айтып жүрді, сондай қызықтар болды, бірақ төбіресті қызық деп айта алмаймын енді бірақ. Сондай қызықтар болады. Тойларға барамыз ғой. Бәрібір әрбір диджейға бір ұнамайтындай бір дәстүр болады. Мына зат болмау керек, ол негізі тойда деп, не? Тойда ма? Қандай дәстүр диджей Ринатуллинға ұнамайды? Допустим, мынандай имканият берілді, тойдағы сол дәстүрді алып тастау. Қайсы дәстүр алып тастаған болар едік? Тек маған байланысты емес, тойда болатын нәрсе. Сол тойда болады. Мен
алып тастаған болар едім. Не үшін? Қосықшыны шақырып, қайғылы қосық айттырғанда алып тастаған болар едім. Себебі ол қуанышлы күнде жаңағыдай бір қайғылы қосықтарды айттырады, мысалы үшін. Ол қосықшының өзі де айтқысы келмейді оны тойда. Себебі тойбақ қосық емес. Оған арнап шығарған қосық емес, бірақ оны халық сұрайды, сол қосықты айтып бердім, мысалы үшін. Қатты бір қайғылы қосықтар, қайсы қосықтар екенін айтпай ақ қояйын, бірақ қосылып бақырып айтып тұрады. Андай қолына жаңағы келіншегін ұстап алады да, қосылып бақырып айтып тұрады да, не дәді мысалы үшін тойында. Сол затты алып тастаған болар едім мен. Түсінікілі. Енді біз білеміз, жақында DJ Ренатурияның тойы болды, Гранд Шадель тойханасында. Бақыт тілеп қаламыз, әлбетте. Рахмет. Жас шаңарақ. Енді Құда қаласа біздерден жеткізсін сондай қуанышлы күндерге. Сұрауым, тойға ұлы мал қанша кетті? Бастан аяқ әммесі. Бастан аяқ әммесі. Бір 100 миллион атырапында болды ояқ бәрі. 100 миллионның ояқ бәрі. Домалықлап айтатынбыз да, 100 миллион. Той ақылады ма өзін, ақылмады ма? Былай шығып, пресқа шықтық. Пресқа шықтық. Зор, ол әммеде де бола бермейді, молодец. Ренатурияның қатынасатын адамдар жақсы адамдар болып тұр ғой. Өзің жақсы болсаң, көпті досыран дегендей. Дұрыс, жақсы. Әзіз достар, біздерде конкурс шартлары осы каналға ағза боласыз, яғни Асатбек Айтбаев каналына, һәмде шыққан Ринат пен санымызға лайк басып, комментарий жазып қалдырасыз. Кімнің комментариясы ең көп лайк жинайды, сол инсанға Ринат тарапынан сауға қойылып жатыр. Қандай сауға? Сауғамыз жеңімпазымызға Ниагара ресторанына 500 мыңлық ваучер менің атымнан келіп, қарасаңыз достарыңызбен, қарасаңыз шаңырақ ағзаларыңызбен, қарасаңыз өмір жолдасыңызбен келіп отырсаңыз, счетыңыз қанша болса да, мен тек 500 мың сом пұлды төлеп беремін сізге. Шартлар аңсат, каналға ағза боласыз, санға лайк басасыз, әнде комментарий жазып қалдырасыз. Кімнің комментариясы ең көп лайк жинайды, сол инсанға 500 мың сомлық ваучер бұйырады. Жеңімпазлар осы сан шыққаннан бастап бір аптаның ішінде анықталады. Әмде бір апта толғаннан кейін біз жеңімпазларды Ринаттың әмде біздің Instagram аккаунтымызда анықтаймыз. Баршаға рахмет. Біз интервьюмыз давам еттіреміз. Бізде Ринат Кобальт машинада жеткен. Қашан алдық машинда? Өткен жыл. Жылдың басында. Жылдың басында, я. Аха. Нешінші жыл? Машина келетін болса 2022 жыл. Автомат коробка. Қолдан алынды. Заводтан емес. Қаншаға тұқты? Қымбат уақытында алдым. 150 миллионға бітті. Алғаннан кейін 2 айдан кейін ценасы тастады ғой машиналардың. Енді олан бір жақсылыққа. Несібе шығар. Оның бір қайыры бар. Машинға ақша тігілді ме алғаннан кейін? Яқ, ондай сонсыз ашта тонировка, мультируллер, ішінде азмас детальдары. Неше сом примерно кетті оған? 10 миллион шығар. Одан өтпейді бірақ. Бірінші машин ба бұл? Бірінші машина. Бірінші машина, оң болсын, әжайып. Если жағдайым жетсек, біз қандай машина алған болар ек? Ақша море болып тұрған кезде. Море болдым. Күддім көп, слишком көбейіп оққан болса, бір Traverse алар. Traverse. Негіз машина қызғамыз ба? Негіз ава. Негіз қызғамыз, ә? Бәрі анау гәп бар ғой. Ер жігіттің бір мұрады ат болар, ат болмаса жүрегінде дәрт болар еді. Так, шетелге шықтық па, Ринат? Шетелге Грузияға шықтым 2023 жылы. Ненің мұнасыбетімен? Туған күніме жолламаны сауға етіп берді. О, зор. Агентство. Қанша кетті ояқа? Мен өзім негізі экономичный баламан. $500 алып кетіп, $100 ауыстырып қайттым. Зор. Қанша уақыт болды ояқта? Бір апта. Бір апта. Ұнады ма? Зор, мен өз Грузия баяғыдан барым береді. Бізге көріп тұрған адамларға шетелге саяхат етуді ұсыныс етеміз ба? Себебі көп адам озат қонша әтібар бермейді. Шамасы келіп жатса, возможно барылса, неге шықпасқа? Шығу керек негізінде. Шыққан мақұл, иә? Шыққанда бірақ жаңағыдай енді әркім талғамы әртүрлі болады ғой. Мен өзіме табиғат ұнайтын мысал үшін жаңағыдай. Теректер, жасыл майданлар, таулар. Мен өзім мысал үшін Дубайға барғым болмас едім. Негізі. Құмлыққа барып не қамам мысал үшін деген не бар да? Мәні жоққа бәрі деп. Негізі бір саяхатқа шығу керек. Жүректе бәрі болады ғой, қайырға шығу ниет бар. Швейцарияға барғым келеді. Швейцарияға, Осетияға барғым келеді, Санкт-Петербургқа барғым келеді. Россияға барғым келмейді ғой. Қазіргі уақытта. Қазақстанна өзіміз қасымызда қоңыс мемлекеттер. Өзбекстанның ішінде де көптеген жерлері бар, бару керек болған. Зоманлар бар, мысалы, табиғаты зор. Барып көрмедім бұл жаққа. Зор, әжайып. Әжайып сан болды, зор затларды біліп алдық. Енді бізді көріп отырған тамаша үйлерге өзіңнің бір ақыры гәпіңді айтсаң. Бастап видеоларға аумет, тек тоқтамаң. Ең бастысы сізді жақындарыңыз қолдауы керек. Жақындарыңыз қолдамаса сәл қиындау болады. Оның үшін ата-анаңыз, қасыңыздағы жора жолдастарыңыз
коллоуун тилеп каламын. Баршаңызга аумет. Саған да рахмет айтамыз. Ринат, біздердің ұсынысымызды яқ демей қабылдағаның үшін. Саған да рахмет, Мұрат үшін. Проект зор. Әлбетте. Бізді көріп отырған тамашаға сізге де өз міндеттаршылығымызды білдіреміз. Уақытыңызды ажыратып, алтынға тең уақытыңызды ажыратып, біздің санымызды көргеніңіз үшін рахмет. Каналға ағза болуды ұмытпаң, комментарий жазуды ұмытпаң, лайк басуды ұмытпаң. Әмде кейінгі саналарда кімлерден интервью алайық, кімлердің мейманы болайық, комментарийға жазып кеттің. Менен де бұдан алдыңғы саналардан да шақырған қонақтардан, олардан да қызық адамдар көп. Сол үшін сол адамдар жазып кеттің. Асат солармен барып, осындай қызықты, пайдалы интервью түсірсін. Әлбетте. Әммеге рахмет.